Вермифермалар ғой, вермифермалардың өнімін сату. Дәл органик ақтын айтқыш, вермикомпостты сату. Мынандай сұрақ бар да одан кейін. Ол жердегі кісілердің көңіліндегі сұрақ негізі. Мысалы, Бақытжан деді, бір мастердің өзінде 100 куб биогумус бар дедік та. Оны біз өткізу үшін жаңағыдай лабораторияға апаруымыз керек, дұрыс қой? Лабораторияға кімнің артынан, Бақытжанның артынан барамын ол, ұяқта или ментордың артынан барамын, мастердің Бақытжан артынан барады. Менторынан болса Бақытжан артынан. Табылса Бақытжан кетеді. Иә, сол егер нашар болып қалса, мысалы, Құдай сақтасын, жақсы болсын. Ал сол кезде жаман ат Бақытжанға келіп тұр ғой, иә? Бақытжанды қадаватсыздар ғой, сол жауапкершілікті айтып жатыр. Сол үшін ол өзі менторлен алатын жаңағы 5% сол ғой енді оның пайдасы көретін пайдасы. Онда да жауапкершілік болады. Қазір бүйтеміз. Қазір бар ғой біз стандарт деген нәрсе негізі стандарт болу үшін 5 түрлі вредный, тяжелый металлы деген бар да жаңағы. Не дейді қазақшада? Ана ауыр металлдар бар ғой, соның 5 түрлісі жатқан кезде өте зиянды болып табылады өсімдікке. Ол жаңа мышьяк, хром, кадмий, жаңа қорғасын, синес, сосын 5-шісіне осы 5 түрлі металл біздің ол биогумустан табылған жоқ. Навоздан жасалған болса да, жаңа компосттан жасалған болса да, ол табылған жоқ оған құрамынан. Бірақ бізде бір қауіп бар. Ол қауіп, егер біз компосттан арнайы ферментацияны өткізбесек, одан яйца гельминтов, семена сорняков, глюкоза заболевания деген 3 түрлі зиянды компонент бар ғой, гөнде болатын. Вот солар табылып қалуы мүмкін. Өйткені арамшөптің нәтижелері көрініп жатыр. Арамшөптің нәтижелері. Егер де біз навозбен істейтін болсақ, гөнмен істейтін болсақ, соны кемінде 6 ай, 7 ай, 8 ай құрт шоғырланған құртқа шошанға салып, соны өндіретін болсақ, соны жаңағыдай гумификацияда жатқызып қойып, сосын барып еліп, сосын барып өткізетін болсақ, ол жаңағы қазіргі 2023-тің бітті ғой қазір, 2024-тің несі, 2024-тің аяғына дейін сол нәрсе жүреді. Ол бірінші категориялы болып, одан басқа высший категориялы болып, жаңағы компосттан арнайы ферментациядан өткен биогумусты айтамыз да. Сол үшін оларды өтеді. Соны Бақытжан тексереді да, Бақытжан тексереді. Бірақ оған 3 айлық, 4 айлық ерте алып қойған биогумустарыңызды жіберетін болсаңыздар, мені қауіп түседі. Ондай нәрсені жібермеңіздер да. Лучше шыдам, сабыр сақтаңыздар, Бақытжанды былайша айтқан кезде қадамаңыздар ше. Мынау кісі бір 7-8 ай болған, сондай срогы өткен, сондай арнайы жаңағы біраз құрдың аулап болғаннан кейін ары қарай гумификацияда жатқан биогумусты беріңіздер да. Сондай биогумустар сатайды. Өйткені ертең бізге өзімізге қауіп. Сатылардан өтпей қаламыз. Бақытжан аға менторларды тағайындасақ, сосын тағы кім? Кандидат тағы кім бар? Бізде қазір Кәкең жатыр. Нұрмахан аға боласыз. Сіз Нұрболат. Сіз келісесіздер ғой, ментор болуына? Осы 3 кісіні тағайында, кейін өздерінің ішіңізде тағы ертең не болса Бақытжан айтасың ғой, қосымша не болады. Қараңыздар, енді мастерлармен тікелей менторлар жұмыс жасайды. Менторлар не болып жатқанын магистрлерге алып келеді, магистрге. Магистр облысқа барып, осы оңтүстік Қазақстан облысы ғой, Түркістан облысы. Барып, бәрі жиналып, магистрлер кеңесінде осы вопростарды талқылайды. Одан кейін ол сол облыстан адамдар тағайындалып, комитетке мүшелікке кіреді. Былайша айтқан кезде депутат тағайындап отырып қой өзара. Біздің депутатымыз осы адамдар болады. Нағыз депутаттар. Біздер дайындалайық жетсайдан. Дайындалыңыздар. Я жетсай, бізде слабый, вообще жетсай слабый. Бақытжан бізге не істемейді жүре бермейді. Жоқ, өздерің араңыздан сайлаңыздар. Сіздер де бір Аудан бойынша ғой, әр ауданда бір магистр болғанның кемінде болуы қажет. Хотя жетсай мақтар ол, 2 районнан Ертең Шардарадан шығарып қанша адам 2 ауданда? адамда бар ғой, бірақ Қанша адам бар? жинау керек. Ояқта как минимум 30 адамнан көп қой. 30 адамнан көп. Онда Мен кісі ояқта ғой. Ояқта 800 квадраттан істеп жатқан балдар бар сол жерде. Қуашқан берек, қуаш берек. Жинау керек қой, қашты. ол неге келмеді онда? Ол кісілер
уақыт болмады ма или келе алмады? Кооператив мүшесі емес қой. Олар әлі жоқ. Онда бірігіңіздер аға. Олар мүшесі емес. Да, мүшесі емес. Онда бірігіңіздер. Жетісай бар ғой. Жетісайда Өздерінің өнімдерін Олар шығармайды. Біз шығарайын деп рынокқа шығамыз о жақта сырье көп қой жақта. Шлі көп. Шардарадан көп о жақта. Жетісайда. Олар көпшілік өзінің диқаншылығына жоқ деп Ол заңсыз кәсіп ескеріледі, естеріңізде болсын. Кәсіпкерлер тарапынан, комитет тарапынан істеліп жатқан ол заңды кәсіп. Үйліп жатыр есіктерді алғанына. Енді магистрлеріңіз қолдаңыздар, барынша. Енді қараңыздар ағайындар. Ендігі соңғы мәселе болды. Жалпы айтылды ғой. Ендігі мәселе біздің өнімімізді сату біз өзіміздің қолымызда. Біз деп қазір мына пилоттық жоба бойынша әрбір ментор, әрбір мастер өзінің диқан туысқандары бар. Енді бұл жерде диқаншылық бар ғой. Соларға сіздерге міне мүмкіншілік туып тұр. Қандай мүмкіншілік? Егер де осы қазірмен 150 мың теңгенің төңірегінде биогумусы бар, сұйық биогумусы бар, осыны алып, мақтаңызға, помидорға пайдалансаңыз, биыл әрі нәтижесін көрген кісілер бар. Әр жағынан жеріңізге пайда, өзіңізге де пайда. Бірақ келесі жылы амандық болса, сіз осы пилотқа биыл қатыссаңыз, келесі жылы субсидияға ілінуге сізге мүмкіншілік бар. Биылғы сатып алғанға енді жыл субсидия бере ма сонда? Жоқ. Қараңыздар, осы жылы 150 мың қалды ғой. Сосын 24-ші жылы қанша аласың деп сұраймыз. Сол сұранған сумаға субсидия бөлінеді 24-ші жылға. Келесі жылы мысалы үшін 10 тонна алам десе, соған беріледі. 24-ші жылы 10 тонна алам десе, 10 тоннаның 50% болса 5 тоннасын мемлекет тарапынан көтеріледі. Сосын сіз жаңа диқанға бардыңыз, айттыңыз 10 тонна деп. Біз жаздық серік мысалы үшін шардадан серік 10 тонна, Нұрғалин 20 тонна. Осының бәрі біз жинақтап апарамыз, ертең министрлікке тапсырамыз. Міне Қазақстан бойынша міне 100 мың тонна, 200 мың тонна биогумус, міне осыған субсидия қаралу керек. Оны мынаша диқан пайдаланды. Біз сосын жаңа менторлердің, магистрлердің тағы да сізден бәріміздің сол берген диқанымызды тастап кету емес. Соны бар, хотя бы бір сезонда 3 рет барып өнім түсіріп, не болып жатыр, не қойып жатыр деп отчетін алып, магистрге тапсырып, біз соның бәрін жинаймыз да мемлекетке апарып береміз. Осыны біз мойнымызға алдық та осы нәрсені. Біз мемлекет істейтін нәрсені біз өзіміз істейміз деп былай айтқанда. Сондықтан осылай жұмыс істеген кезде қиындықтар туады, бірақ осы қиындықтардан өтуге болады иншалла. Оған біздің ауызбіршілігіміз, бір-бірімізді қолдап жұмыс істейтін болсақ қана болады. Біз жаңа үйреніп қалдық қой, анау істемейді, мынау істемейді деп. Ал енді өзіміз істейікші, сөйтіп мемлекетке де өзімізді көрсетейік, халыққа да жалпы бұл енді бір тәрбиелі жұмыс қой енді айтқанда. Осындай жерде міне қара көзді бәрі өзіміз қазақтар ғой бұл айтқанда. Кім істеп жатыр? Енді осы қатты айтқанда көңді боқты өңдей алмасақ, нені қолымыздан келеді? негізі істесек бар ғой, өздері шақырып алады екен. Сөйтіп мүмкіндік аз. Кеше мені біздің Ордабасы ауданында Ордабасының әкімі өздері тартып 20 гектар жер берейік, 40 гектар жер берейік. Мына жерде біз 40 мың бастық. Үлкен қора салып отырып, бордақ алаңын салып отырмыз дейді. Мемлекеттік деңгейде. Шұбарды. Соның қасынан заманауи жасасындар премьер-министр келсе де, әкім келсе де, президент келсе де сол жерге барып көрсететін дейді. Заманауи дәрежеде вермий реакторлармен жасасандар күшті болар еді деп ұсыныс тастап отыр да. Қанша жер керек болса, қолдау керек болса, мүмкіндік ажыратып беремін деп. Енді жалпы қорытындылайтын болсақ, магистр Бақытжан болды. Біз Бақытжан арқылы бұдан былай жұмыс жасай бастаймыз. Сіздерге ары қарай қалай жүйе қалай қалыптасады, қалай істелінеді. Бақытжан өздеріңіздің тілдеріңізбен жаңа басқара береді ғой ішінде. Біз бірақ атауды осылай береміз де, бізге жүйе керек. Ертең осы жүйемен біз көптеген жетістіктерге, инвестицияға қол жеткізейін деп тұрмыз. Көптеген өзіміздің есіктерімізді осы арқылы ашып ашымыз. Соған пилоттық жобаға қатысу керексіздер. Әрқайсымыз жаңа пакет документ береді. Жаңағы ол жерде ауыл шаруашылығы министрлігінің жаңа қолдауы, жаңа көптеген институт, жаңа зерттеу институтының, методика бәрі ішінде. зерттеу жаңа университетінің жаңағы сол жерде отырды ғой, көрдіңіздер ғой, жаңағы ғалымдар отырды. Сол ғалымдардың қолдауы бар. Солардың барлығын береді. Соны
ананы таныстырып, диқандарға соны таныстырасыздар. Міне осындай пилоттық жобаға қатысатын болсаңыз, уже сіз субсидияға ілінетін, сізге реестрге ілінесіз. Сізге арнайы комитеттің тарапынан жаңағы сізге сертификат беріледі. Сол сертификатпен субсидияға ілінесіз. Просто ауызша Осыны айтуыңыз керек. қағаз жүзінде керек қой. Қазір 5 шағында жиналысымыз бар дейді да, жаңа келіп жатыр. Босатуымыз керек екен. Жалпы өздеріңіз сайладыңыздар, енді бақшаның атынан еріңіздер. Айтқан орындарыңыздар. Рахмет. Рахмет көп.